Спалась, уже себя хорошо чувствую, не переживайте. И сейчас собираюсь по делам. В Бишкеке такая жара, просто ужас. Сейчас думаю, что мне надеть. Я это платье заказала в Алмате. Если вы тоже хотите такие платьюшки, то можете обратиться на этот аккаунт. Ну, мне так нравится. Но пока еще думаю, что мне надеть. Это платье тоже заказала в Алмате. Именно в этом магазине. Но я там в Алмате это все не носила. А в Бишкеке нужно, оказывается, носить платьюшки. Потому что просто жара. У меня и так голова болит. И эта жара меня еще хуже меня давит прям. Вот. Но платьюшки радуют меня. Очень такие классные, легкие. Обращайтесь. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. 14:30-да эфир жіберіп алмаңыздар. Бүгін Азаймен тренировкамызды істеп, сонымен үйге барып душқа түсіп, кішкене реттеліп, сонымен эфир жаққа қарай шықтық. Киіміміз барлығы дайын. Студияға келіп дайын тұрмыз. Бұйыртса 14:30-да эфир басталады. Достар, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін эфирдан соң мүлдем сторисқа шыққанға да, жалпы ешкіммен сөйлесуге де зауқым соқпады. Неге десеңіздер, өздеріңіз көрген боласыздар, эфир бүгін өте ауыр болды. Шыны керек, ешкімге ешқандай арам ой жоқ, ешкімнің аяғынан шалу, ондай ештеңе жоқ. Біреудің де менің аяғымды шалғанын қаламаймын. Өзіме не қалаймын, өзгелерге де соны қалаймын негізінде. Бұйыртса Алла қаласа, ертең жақсы жағынан барлығы шешіледі деген ниеттемін.